Бүгін мен ет дүкенінде ояндым. Ол жерге қалай барғанмын? Түсінікті. Жақында қоқыстан тамақ жедім. Біреуді тістеп алдым. Және пошта жәшігімен мауықтым. Сенің бейсаның жабайы кезеңге келді. Сондықтан да осы жерде қалуыңды өтіндім. Кетіп қалған кезінде көңіл күйім болмады. Достасып кетеміз деп ойладым. Саған есімде бердім. Ақшақар. Менің есімім бар. О, Ақшақардың есімі де бар ма? Кім ақылды екен? Мен ақылдымын. Бұл қалжың емес. Мен жануарға айналып бара жатырмын ғой. Жарайды. 4 күркетауық бүтіндей, қойдың көптеген аяғы, 2 арқан балық, менің үй қояным о, Чарли, және шошқаның аяғы. Қауіпті еркек тамақ әзірлеп жатыр. Көрдің бе? Сен печеньені қуған жоқсың. Өткені қарның тойдырдың. Мен сенің назарыңды аударттым. Жақсылап тыңдап ал. Тыныш жатқан ішкі түйсік жайлы ұмытпа. Әбден тойғанша жануарлық қажеттілікті жасай бер. Аштық сенің ең басты қиындығың, және мауығың. Егер қаласаң, саған көмектесе алам. Қажет жоқ. Өзім шешем. Жарайды. Жоқ. Кете бер. Көріскенше. Мен кетейін. Бенж! Достым, сенің қылықтарыңа мүлде риза емеспін. Сен тоналған ет дүкеніне менен бұрын келдің. Бірақ ескертіп қояйын. Жұртты алдағаныңды қой. Өзіңнен супер көп жасамай-ақ қой. Олай істемеймін, мырза. Сенің әлі бір апта сынағың бар. Енді сенен көзімді алмайым. Мен сенің серіктесімін ғой. Бұл не үшін? Азық-түлік. Неше түрлі жағдайлар болады ғой. Дұрыс айтасың. Қазір өзім сөйлесем. Шошқалар! Көздеріңді құртыңдар. Бұл біздің аймақ.